Сізге қандай дұғамызды оқыған, қосып дұға еткен ұнамайды, айтып қоясыз ба дейді. Онша түсінбедім. Мен қандай дұға айтасыздар, соны оқимын ғой. Бәке, денсаулық, байлық нәсіп етсін дейді. Бәке, сізге байлық нәсіп етсін дейді. Бәке, сізге Аллах Тағала мол байлық берсін. Молшылықта өмір сүруді Алла нәсіп етсін сізге. Алланың берген байлығын Алла жолында жұмсайтын жомарт мұсылмандардан болыңыз, бәке. Мен бәше дұға таңдамаймын. Алла кімнің дұғасына назарымды аударады. Кейбір дұғалар шынымен де көрінбейді жазып жатқан комментарияларыңыз. Білмеймін қайда кетіп қалатын оны. Көбісі солай жазады. Неге таңдап оқисыз, бір шетінен оқысаңызшы дейді. Индира мен Бақтиярға, міне мысалға мынау сіздерге көріне ма? Индира мен Бақтиярға қайырлы берекелі неке құйып бұйырсыншы деп жасаңызшы дейді. Осы мысалға бұдан кейін әлі ешқандай комментарий келген жоқ. Оның арасында тығылып кеп кетпесе, мен байқамай қалмасам, бүкіл комментарияны оқимын. Индираға Аллах Тағала қайырлы неке, екеуіңіз Алла разылығы үшін ғұмырларыңыздың соңына дейін қол ұстасып, бір жастықта қартаюды Алла нәсіп етсін. Үбірлі шүбірлі болыңыздар. Бақытты да баянды болсын ғұмырларыңыз. Мына осыдан кейін маған әлі не келген жоқ та комментария мысалға. Мына сообщение келді. Дан Али деген. Сейтім Алина Ағайдар қызы барлық берешегін жабуды нәсіп етсінші дейді. Ағайдар қызы Алина, Аллах Тағала сіздің бүкіл берешектеріңізді, бүкіл қарыздарыңызды Алла разылығы үшін ниетіңізді қарыз берешек беріп атқанда өзгертіңіз бұдан кейін. Адамдардан қорқып, әйтпесе қарыздан қорқып емес. Я Алла, мына берешектерімді, мына қарыздарымды сені разы ету үшін құтылуға асықпын, соны көмектесші маған деп ниетіңізді өзгертіңізші. Сонда иншалла Алла Тағала сіздің қарыздарыңызды құтылуға көмектеседі. Кун фаякун деп бір-ақ сәтте көзіңізді ашқанда қарызсыз оянасыз. Тек ниет бұл жерде. Ниетіңізді өзгертіңіз. Ниетіңізді адамдар үшін емес, Алла үшін. Я Алла, мен мына берешектерімді, мына қарыздарымды сенің разылығың үшін құтылғым келеді, бергім келеді, жүрегімнің тыныштығы үшін. Соны көмектесші маған деп ниетіңізді өзгертіңіз иншалла. Алла осы сөздерді тіліме салып жатыр. Сізді естісін деп жатыр. Тыңдасын деп жатыр. Дұғаңызды, ниетіңізді өзгертсін деп жатыр. Сол үшін иншалла ниетіңізді өзгертіңіз, дұғаңызды өзгертіңіз. Алла сізді бүкіл берешегіңізден көркем түрде абыроймен құтылуды иншалла нәсіп етсін. Айгерім Каспиге жібердім дейді. Қабыл болсыншы, әмин дейді. Гоша. Қағбаға барайын ба, жамағат, тауаф жасайын ба? Қалай қарайсыздар? Ерініп жатқам негізі. Таң намазымды оқып алып, даланың таңның атқанын көрейінші деп. Таң осылай әдемі болып атып жатыр, қараңыздар. Күшті атып жатыр таң. Тауаф жасайында, тауаф. Қағбаны айналып, Қағбаны тауаф жасағандағы дұғалар сөзсіз қабыл болады ғой. Барыңызшы Қағбаға дейді. Болды, қазір Қағбаға барайыншы онда. Тауаф, Қағбаны айналып, дұға етейікші. Қазір ай, аңқау қазағым ай деп бір қазаққа жанашыр адамдар ұқсап ауырмай. Алла хидаят берсін жүрегіңізге. Алла Тағала тілеуіңізді берсін. Уағыз.
102, 139, 40, 54. Мейіржан Ж деп шығады жамағат. Садақа салам десеңіз, бүгінгі күніңізді, бүгінгі таңыңызды иншалла жақсылықпен беруден бастаймын десеңіздер, міне номер жазып жатыр жамағат. 702, 139, 40, 54. Мейіржан Ж деп шығады. Так, мен тауафымды бастадым. 7 айналым тауафқа. Иншалла осы 7 айналым тауафта айтылып жатқан бүкіл дұғаларымызды Алла қабыл етсін. Аса қамқор ерекше рақымды Алланың атымен бастаймын. Так, қазір жоғарыдағы өтіп кеткенді міне қалай түсіретінін білмей қалдым ғой. Әбілістің дұғасын қабыл еткен Алла, біз қасиетті Қағбаны айналып шынайы Алладан сұрасақ қалай ойлайсыздар? Қабыл етпейді деп ойлайсыздар ма сонда? Алла тағала Әбілістің де дұғасын қабыл етті ғой. Біз Құдайдың ең абыройлы, ең сүйікті жаратылысымыз ғой, адам баласы. Серікбаева Салтанат болып тұр енді, дәл қазір жел болып намазымызды оқып алып осылай жатырмыз. Так, кімнің дұғасын оқып берейін дейін десем жатырмын ерініп. Мынау сағат сана бер деп сұрашы дейді. Адил Ноғайбаев қойшы дейді. Қай қала өзің дейді. Қазақстан мемлекеті, Алматы қаласы. Ерке қыз 702 жамағат садақа жасайықшы айтқандай. Бүгінгі таңдарыңызды Алла тағала беруден бастасыншы. Алла жолдарыңызды ашық қылсын. Ерке қыз деген қысы біледі ғой біздің сбор ашқанымызды. Садақа дегенде бәріңіз тұра жөнеліп қашпаңыздаршы. Мына Мейіржан дегенге көмектесейікші жамағат. Аллах тағала бүгінгі күндеріңізге берекет берсін. Тапқан табыстарыңызды арттырып, Алла тағала табыстарыңызға берекет берсін. Отбасыларыңызға келе жатқан бәле жаланы осы берген садақаларыңызбен қайтарсын жамағат. Көмектесейік. Шынайы мұқтаж отбасы. Жанар, саламатсыз ба, қалайсыз дейді. Қалайсыз, саламатсыз ба? Жамағат, бүгінгі таңдарыңызды Алла разылығы үшін беруден бастаңыздар. Алла сіздерді, алақандарыңызды жайып, садақа сұраудан емес, садақа беруші жомарт, бай, қуатты мұсылмандардан қылсын әрбіріңізді. Міне Жанар ханым номер жазып жатыр. Ерке қыз деген кісі номер жазып жатыр. Аллах тағала бүгінгі күндеріңізді ең сәтті күн, ең табысты күн қылсын жамағат. Ерке қыз салдым дейді. Ерке қыз сізге Алла разы болсын. Аллах тағала осы салған садақаңызды иншалла өзіңізге 100 000 есе көбейтіп қайтарып берсін берекетімен. Әумин, айтқаныңыз келсін. Мұрат 80 дейді. Осы балаға көмектесекші жамағат. Шынайы мұқтаж. Есме шығып кетті ғой жаңа садақа деп жазбаса. Аселина 930 салдым дейді. Аселина, рахмет сізге, Алла разы болсын. Аллах тағала осы кішкентай жасаған садақаңыздың қарымын, үлкен мұқтаждығыңызды өтеп берсін сіздің. Қабыл болсын, ем болсын дейді Олзи. Әмин, әмин. Адамдарды қашыру керек болса, садақа сұрастан қашып кетеді өз адамдар. Жақсылық жасаудан қашады адамдар.
себебі сенбейді. Садақа сұрайтындар көп. Кімнің шынайы мұқтаж, кімнің мұқтаж емес екенін білмей қалдық қой қазір. Адамдар сенбейді сол үшін. Номері қалай дейді. 700, міне ерке қыз деген кісі жазып жатыр. Номері қалай? 702 139 40 54. Мейіржан Ж деп шығады. Рахмет сізге ерке қыз, Алла разы болсын. Аллах тағала разы болсын. Алла сіздің бүгінгі таңғы ризықпен қуантсын. Аллах тағала сізді таңғысын. Аллах тағала сізді таңғы берекетпен қуантсын. Бүгін бейсенбі ғой. Бүгін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүннет амалы ауыз ораза ұстаңыздар. Жанар салдым дейді. Жанар әпке қалайсыз? Алла разы болсын сізге. Аллах тағала қабыл болмай кешіктіріліп жүрген дұғаңыздың қабыл болатын күні бүгін болсын. Жанар әпке. Ақерке Сәулебекова салдым дейді. Қабыл болсын. Аллах тағала. Ақерке Сәулебекова, Аллах тағала салған садақаңызды иншалла өзіңізге 100 000 есе көбейтіп қайтарып берсін. Мұнда салынған садақалар қасиетті. Қағбада отыр осы бала, садақа сұрап отыр деп салдыңыз ғой сол ниетпен. Иншалла бұл жақта 100 000 есеге көбейеді ғой. Кез келген амал, садақа болсын, намаз болсын, құлшылық болсын, қандай амал жасасаңыз да иншалла 100 000 есеге көбейеді. Алла сіздің осы салған садақаңызды 100